Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге 20 минутта тез дайындалатын шоколадный пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар сары май, қаймақ, грецкий орех, какао, неше түрлі сухофруктылар да болады, және разрыхитель, ұн, шоколад, жұмыртқа және ас содасы және уксус. Ең алдымен еріп тұрған сары майымызға секерімізді қосып миксермен араластырып аламыз. Осында жұмыртқамызды жарып саламыз. Ұнымызға какаоны қосып араластырып, қазір мына тестімізге құятын боламыз. Осыны енді жақсы етіп миксермен араластырып аламыз. Және үстіне разрыхитель саламыз. Бір шай қасық ас содасына бір шай қасық 9% уксусты құйып араластырып массаға саламыз. Жақсылап миксермен біркелкі болғанша араластырып аламыз. Тестіміз дайын болды. Енді осыған үйде бар заттарды сухофруктын салып жібереміз. Менде курага, кішіміш және орехтар бар. Осыны қазір қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп аламыз, 180 градуста. Міне біздің пирогымыз 20 минутта пісті. Енді осының үстіне еріген шоколадты құйып әсемдейтін боламыз.